Сәлеметсіздер ме, балалар? Сәлеметсіздер. Балалар, біз бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын шаттық шеңберінде тұра қалайық. Балалар, қазір мен сендерге мынандай әп-әдемі гүлдер беремін. Бұл гүлдер екі түсті. Мен мысалға бірінші оқушыға екі гүл беремін, иә? Сен бір гүліңді қасындағы досына бересің. Әртүрлі түстерді алып. Қасындағы досына әртүрлі ауыстырыңдаршы түстерді. Бергенде жылы лебіз айтасың. Бүгінгі күн қандай болсын, сабақта не тілейсің, е? Ең соңғы оқушыға бермейміз. Қанеке, тездетіп дауыстарыңызды шығарып. Басына. Жоқ, сен Лаура берген гүліңді өзіңде қалдырасың да, өз гүліңді Исламға бересің. Жақсы оқы. Тез-тезін. Ауырмай Жақсы. Өз гүліңді қалдырасың. Балалар, енді қараңдар, біздің қолымызда бәрімізде гүл бар ма? Мен де сендерге бүгінгі күн сәтті болсын деп тілеймін. Сабақта сендер белсенді болыңдар деп тілеймін. Енді қазір осы екі түсті гүлмен екі топқа бөлінеміз. Мына жақ топ көк түсті топ, мына жақ топ қызыл түсті топ. Қанеке орындарымызға отырамыз, заттарымызды аламыз. Отырдық па? Оқушы сабақта қалай отыру керек? Енді балалар, менің сұрағыма жауап беріңдерші. Бізге ағаштар қажет пе? Не үшін? Қолымызды көтеріп жауап береміз. Үй салуға. Тыныш, қолымызды ғана көтереміз. Не істеуге? Заттарды жасауға. Демира? Үй жиһаздарды жасауға. Дұрыс айтасың, ағаштан қағаш жасаймыз. Ағаштар бізге таза ауа береді. Нұрсұлтан? Ағаштан біз әртүрлі заттар істейміз. Жасаймыз, е? Ағаштармен болады үй салуға. Үй салуға болады. Дұрыс па, балалар? Ағаштар бізге таза ауа бере ме? Дұрыс. Әртүрлі заттар жасауға болады. Және біздің мынау стөліміз, мынау парта, отырып тұрған партамыз барлығы неден жасалынған? Ағаштан. Ендеше бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Бердібек Соқпақбаевтың «Ағаштар неге ашуланды?» Қазір біз оқулығымыздың 76-шы бетін ашамыз. 76-шы бетін ашамыз десе. Осы мәтінді тізбектеп оқи бастаймыз. Батырбек, Досымбек, бастайық. Бір күні Алматы жолдастарымен бірге жерге шомылуға кетті. Олар шешініп те үлгермеді еді. Ауа райы бір бұзылып аспанды терескен қара бұлт басып кетті. Азынап жел тұрды. Балалар сасқалақтап
су етіп төніп келіп қалғанын көрді. Бірнеше соққыда көк шыбық жотадан шып-шып еткізіп шарпып өтті. Сендерге мен не жаздым деп Алмабек жылап жіберді. Сол кезде төресі көп тіреген көпті көріп көп жасаған орман атасы кәрі емен күжілдеген жуан даусы естілді. Сен жазығын сол біздің бірнеше жасшы баламыздың үйінің қасына отырғызбақ болып қазды әкетіп едің. Нағыз азап халге салып қойыпсың, түбі босатылмай қатып. Жарайсыңдар, аяқтадық. Тамаша. Бұл мәтін сендерге түсінікті болды ма? Түсінсеңдер, маған бас бармақ әдісімен қайнеке бағалап көріңдер. Түсіндің бе, Ислам? Тамаша. Енді мен тексерем, қаншалықты бұл тақырыпты, бұл мәтінді сендер түсінгендеріңді. Бала, тақтаға назар аударайық. Тақтада бізде сандар ілініп тұр. Бірақ бұл сандардың астында сұрақтар жасырылған. Бұл сұрақтар жаңағы біздің мәтіннен келеді. Тақтаға кім шығам дейді? Ен Батырбек. Тездетіп шығамыз. Сұрақты дауыстап оқимыз, жарай ма? Кез келген санды алып, артында сұрақ жасырылған. Алмабек орман ішінде кім қорқытты? Алмабекті орман ішінде ағаштар қорқытты. Дұрыс па, балалар? Тамаша. Жетмер әкел. Жылап тұрған Алмабекке кәрі емен не деп айтты? Кәрі емен айтты, біздің бірнеше жас ағаштарымызды үйінің қасына отырғызбақ болып қазып әкетіп де оларды дұрыс күтпедім деді. Сол айтты ма, балалар? Бүгінгі бастап ағаштарға су қоямын, оларды күтемін деді. Біз айтты ма, бүгіннен бастап ағаштарды күтемін, оларға не істеймін деді? Не істеймін деді? Су? Суарамын деді. Добра, кел. Кәрі емен Алмабекке ағаштың пайдасы туралы не деді? Қандай ағаштың пайдасы бар адамдарға? Ағаштар адамдарға таза ауа береді. Ағаштар істейді. Таза, жасауға болады, е? Алмабек жолдастарымен бірге қайда барды? Алмабек жолдастарымен бірге шомылуға барды. Дұрыс па? Ең басында болды, е? Дұрыс, отыра қой, рахмет. Ал балалар, енді қараңдар, мен сендерге бағалау парақшаларын тараттым. Бұл жаңағы тізбектеп оқығанға және жаңағы сұрақтар бойынша жұмыс істегендікке тез өздеріңді бағалап шығасыздар. Бүгін балалар біз өз-өзімізді бағаламыз. Бірақ өзімізге әділ баға қоямыз, жарай ма? Сен барлығына дұрыс жауап берсең, баға қоясың. Мүлдем білмесең, баға қоймайсың. Қойсақ, бағалау парақшаларын шетке қойып қойыңдар, иә? Бізге кедергі жасамасын. Ал балалар, енді біз сендермен топпен жұмыс жасаймыз, е? Қазір мен сендерге топқа
Сосын ол ағаштарды көрді. Сосын ол жылап кетті. Және ағаш айтты, біз қандай саған жамандық жасадық, иә? Так, Лаура, жалғастыр. Не болды ақыры? Мадияр, сендерде қостандық, тез-тез. Сосын Алмабек айтты, сосын ағаш айтты, сосын күтпейсің, суармайсың деп ағаштар не істеді. Так, сосын Алмабек не істеді? Алмабек айтты, кешіріңіз деді. Алмабек айтты, мен суарамын оларды. Енді күтем деді, иә? Ағаш дейді, жарайды, бар үйіне. Алмабек үйіне барып, жолдастарымен олар. Жақсы, рахмет. Так, екінші топ. Тездетеміз. Тез-тез қорғанды, иә? Бірге қорғанды. Баста. Сосын аспан қара болып, Жел өзгерді, иә? жел болды. Так, айта бер, тұрса, көмек төс. Сосын Алмабек достарымен үйге барып жүгіріп барыпты. Алмабекке кепка құлап, ол оны алып жолдастырыларды көрмеді. Сосын ол адасып ол жапты. Сосын ағаштар айтыпты, біз не істедік? Сосын ол айтты, ештеме. Сосын ағаштан арасына бір ата шықты. Жақсы. Балалар, оқылған картасы дұрыс құрастырылған ба? Жоқ. Неге сендерде мынау қалайды? Так. Алмабек өзенге барды, сосын жылады, еменді кездестірді, еменнен кейін отырғызды, сосын гүлдеді бәрі. Менің ойымша дұрыс құрастырды, отыра қойды, рахмет. Ал оқиға картасын біз бағаладық, иә? Енді балалар отырамыз. Сервиту сәтіне салайық, орнымыздан тұрамыз. Буратино, тез-тез. Буратино созылды, керілді, тартылды, оңға қарады, Солға қарады, айналды, секірді, жүгірді, отырды. Тамаша. Отырамыз. Қайынке оқушы сабақта қалап отыру керек. 1, 2, 3. Түп-түзу және тып-тыныш. Енді балалар мені тыңдаңдар, иә? Барлығымыз енді көз алдымызға елестетеміз, иә? Алмабек міне барлығын өтті, бәрін білдік, иә? Енді көз алдымызға елестетеміз. Алмабек, енді өзгере ма? Әлде өзгермей ма? Енді ол ағаштарды құтқарып, суара ма? Ағаштарды мәпелей ма? Әлде қарамай ма екен? Қалай ойлайсың? Бұл жерде, тоқтаңдар, бұл жерде қазір біз сендермен аударыспақ әдісі арқылы дәптермен жұмыс жасаймыз. Бірақ біз бұл жерде топпен жұмыс істейміз. Сендердің бірінші топтарын Алмабек өзгереді, себебі деп дәлелдейсіңдер. Ал бұл жердегі топ Алмабек сендер өзгереді, сендер өзгермейді, себебі деп дәлелдейсіңдер. Бірақ бірінші алдымен топпен тез-тез ақылдасып аласыңдар да, дәптерге өз ойларыңды саласыңдар. Ал іске сәт. Тез-тез. Бірінші алдымен топпен бірге сөйлесіп аласыңдар. Өзгере ма, неге өзгереді, себебі деп дәлелдейсіңдер.
Дәптерден қорғайды, оқы. Орнынан Алмабек өзгерді, өйткені ол жақсы, ол бәрін ұмытпайды, ол бәрін біледі. Так, деп ері қорғайды. Себебі деп айту керек, е? Алмабек өзгермейді, себебі ол қойынға салынып, бәрін ұмытады. Так, сендерде де өзгермейді, сендерде де өзгермейді. Сендер өзгереді деп айттыңдар ғой, е? Өзгереді дедім, е? Ал сен өзгермейді себебі, е? Дәлелдетіңдер ме? Жақсы. Енді қанеке осы тапсырманы бас бармақ әдісі арқылы нетіңдер, бағалаңдар. Және қол шапалақ түсінсіңдер. Ендеше біз сабағымыздың соңына да келіп қалдық. Бағалау парақшамыздағы бал санын санаймыз. Тез-тез бал сандарын санаңдар. Бүгінгі өздеріңді қалай сендер бағалатыңдар? Қалай өздеріңді бағалатыңдар?